Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық қанаттарынан KFC пісіру рецептімен бөлісемін. Тауық қанаттарын тазалап, артық бөлігін кесіп алып тастап, шағын бөліктерге бөліп шығамыз. Үстіне 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық қара бұрыш, 2 шай қасық ащы бұрыш, және 5 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Маринадта 10-12 сағатқа қалдырамыз. Тауық қанаттарын бөлек ыдысқа шығарып аламыз. Үстіне 100 грамм темпура ұнын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Біз бұны кляр ретінде қолданамыз. 300 грамм ұнның үстіне 2 шай қасық паприка қосып, араластырып аламыз. Тауық қанаттарын клярға батырып, одан кейін ұнға батырамыз. Қызып тұрған майға тауық қанаттарын қызарғанша қуырамыз. Тауық қанаттарын араластырып отырамыз. Дәл осылай KFC-дегідей әдемі болып піседі. Жұмыртқа қосылғандықтан дәл осылай көпіршиді. Тауық қанаттары дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.